Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа арналған лаваштан 5-ақ минутта дайын болатын бөрек дайындайтын боламыз. Сондықтан менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен бізге сыр қажет болады. Менде сливочный сыр. Сіз өзіңізге ұнайтын сырды таңдасаңыз болады. Және видеода көрсетілгендей осы сырымызды осылай соломка етіп турап дайындап аламыз. Сосын бізге осындай домалақ көлемдегі лаваш қажет болады. Оны пышақпен немесе мен сияқты қайшымен қырқсаңыз болады. Яғни бір лавашты 8 бөлікке қырқып дайындап аламыз. Кейіннен әрбір лавашымыздың үлкен жағына сырымызды қойып, оны орап аламыз. Және де ораған кезде ең бастысы және ұшымен біз жерге қоямыз. Және қуырғанда да осы принциппен ұшымен табаға қою арқылы қуырып аламыз. Менде 3 лаваштан 32 бөрек шықты. Енді біз 2 жұмыртқамызды жарып, оған тұз қосып, осылай шанышқымен шайқап аламыз. Бұған біз бөректерімізді аунатып, осылай қуырып алатын боламыз. Кесеге бөректерді салу ыңғайсыз болғандықтан, мен бұл массаны осылай сәл тереңдеу тәрелкеге құйып алдым. Сіздер де солай етсеңіздер болады. Сомен қызып тұрған табамызға кішкене сұйық май құйып аламыз. Ол қызған соң бөректерімізді жұмыртқалы массаға аунатып, осылай табамызға қойып қуырып аламыз. Негізі жұмыртқа тез пісетін болғандықтан, яғни тез қызаратын болғандықтан, бөректерімізде тез піседі. Бір беті ары кетсе 2-3 минутта қуырылып дайын болады. Сол үшін тез аударып тұру қажет. Дайын болған бөректерді біз қағаз салфеткаларға майын сырғыту үшін алып аламыз. Осы принциппен барлық бөректерімізді осылай қуырып аламыз. Біздің таңғы асқа арналған бөректеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге және бүкіл үй ішіңізге ұнайтыны сөзсіз. Ең бастысы ол тез дайындалады және де өте тойымды. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де алда шығатын жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін колокольчикке басып қойсаңыздар болады.